Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте қарапайым асқабақтан жасалатын ханум дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырын илеп дайындап аламыз. Бөлме температурасында тұрған суымызды құямыз, үстінен тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша, егер жоғары сорттағы ұн болатын болса, жұмыртқа қоспасаңыздар да болады. Електен өткізілген ұнымызды салып, қатты қамыр илейміз. Қамырымызды дәл осылай әдемілеп иілеп, бетін жауып, 20 минутқа тұндырып қоятын боламыз. 20 минуттан соң қайта ашып, осылай қайтадан жақсылап иілеп, жылтыр қамыр болғанша иілеп дайындап қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша ішіне қосатын жаңағы салмаларын дайындайтын боламыз. Ол үшін асқабақ, картоп, пияз үшеуін қолданамыз. Алдын ала осылай жақсылап, қалауыңыз бойынша төртбұрышты немесе ұзынша етіп турап дайындап аласыз. Өте қарапайым тағамдардың бірі. Дәмін әдемілеп жақсылап жасасаңыз, дәмі өте керемет болып шығады. Міне барлығын турап дайындап алдық. Келесі кезек, үстінен осылай май құйып жібереміз, кәдімгі сұйық май. Тұз саламыз. Қалауыңыз бойынша бұрыш, кинза және зира қосып салып жіберсеңіз болады. Бұл қоспалар тағамға өте керемет, ерекше дәм береді. Әрине міндетті түрде қалауыңыз бойынша, егер ұнатсаңыз, қосып жібергеніңіз абзалырақ. Міне осылай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Міне қамырымызды алдын ала илеп, тұндырып қойдық. Ендігі кезек осылай өзіңіздің қалауыңыз бойынша бөліктерге бөліп жайсаңыз болады. Міне қамырларымызды осылай бөліктерге бөліп тұндырып қоямыз. Тұндырып қойған соң осылай жаңағы ханымдарымызды салатын манты қасқанымызды суын құйып қайнатуға қоямыз және листарын осылай майлап шығатын боламыз. Міндетті түрде астын майлап жіберіңіздер, өйткені қамырыңыз жабысып қалуы мүмкін. Ыдысымыз дайын. Келесі кезек қамырымызды жаятын боламыз.
Алдын ала қамырымызды осылай қолымызбен кішкене жұдырықтап жайып жіберіп, көлемін кішкене ұлғайтып аламыз. Міне осылай видеодағыдай арасына ұнын себелеп отырып жайып шығамыз. Міне қамырымыз осылай жайылды. Өте жұқа етіп жая беріңіздер. Мен бұл жерде гүл ханым жасайын деп жатырмын. Сол себепте өте жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырларымызды өзімізге керекті бөлігінен осылай кесіп алып, арасын кішкене майлап жіберіп, осындай начинкамызды салып шығамыз. Міне осылай орта бөлігінен жанына қарай домалақтап жинайтын боламыз видеодағыдай. Гүл ханымды орап жатқан кезде кішкене бостау етіп орай беріңіздер. Өйткені қамыр ісінген кезде арасы жаңағыдай піспей қалуы мүмкін. Міне осылай дайын қамырларымызды осылай қайнап тұрған суымыздың үстіне қойып 45-40 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Жаңағы пакетімізді жапқан себебіміз мынау қамырымыздың беті қатты қаясып қалмас үшін. Осымен біздің асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, маған қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар.